Әлия Қалқаманқызы Оспанова, білім және ғылым саласындағы халықаралық сарапшы, халықаралық бағдарламалар орталығы акционерлік қоғамының басқарма төрағасы. Саламатсыздар ма, құрметті Абай телеарнасының көрермендері, бүгінгі дәріске қатысқан білім алушылар. Бүгін біздің дәрісіміздің негізгі тақырыбы бұл қоғамдағы білімнің құны, ғылымның рөлі, сонымен қатар шетелдегі қазақстандықтардың білім алу ережелері, тақырыптары, алгоритмдары жайлы сіздерге бүгін баяндап беремін. Жалпы айтқанда, адамды жануардан, азаттарды құлдардан, философтарды қарапайым адамдардан ажырататын тек қана білім деп, өзіміздің Пифагор атамыз айтқандай, ең еліміздегі, негізгі әлемдегі, жаһандағы ең маңызды тақырып бұл білім деп өзім жеке басым ойлаймын. Және де менімше дәл қазіргі таңда бізде елімізде де, өздеріңіз осы отырған дәріс алушылардың ішінде де білімнің рөлі қаншалықты зор екендігі анық деп есептеймін. Өйткені негізі біз дамыған мемлекет құрайын десек, біздің ең негізгі мақсатымыз ол білімді азаматтарды тәрбиелеу. Білім дегеніміз ол сипаты жағынан әртүрлі болады. Ең бірінші адамның білім алуы жанұядан басталады. Сіздер мысалға үйлеріңізде туған уақыттан бастап сіздің өмірлік жолыңыз басталады. Сол себептен ең негізгі білім, ең алғашқы білім және тәрбие ол жанұядан басталуы тиіс. Кейін сіздер балабақшаға барасыздар. Балабақшада да әртүрлі білім алып отырасыздар. Балабақшадан кейін халықаралық терминдерге сай K-12 деген сіздердің сондай өмірлік жолыңыз басталады. K-12 деген ол орта білім алу. Орта білім алу ол мектептеріміз. Мектептерде дәл қазіргі таңда Қазақстанда да, жалпы әлемде де өте көп ерекшеліктер бар, өте көп өзгерістер бар. Олар дамуда. Бізде негізі соңғы 30 жылда бір сондай мектептерде тәрбиелеу, мектепте білім беру, бір сондай бір арнайы жолға қойылды да, бізде өзіміздің бір сондай бір анық жолымыз бар Қазақстанда. Бірақ ол да қазір негізі әлемдік заманауи үрдістерге сай өзгеру тиіс. Солар туралы да қазір сіздерге біраз баяндап берейін. Сонымен қатар профессионалды білім дәл қазір әлемде өте сондай өзекті және тез дамып жатыр. Профессионалды білім дегеніміз не? Мысалға дерлік ковид кезінен кейін де, пандемиядан кейін, былай да мысалға қазір әлемдік трендтерді қарасақ, білімдегі профессионалды білім өте қарқынды дамуда. Ол дегеніміз не? Ол дегеніміз сіздер мысалға дәл қазір сертификаттарды алып, онлайн әртүрлі платформаларда, Курсерадан бастап, мысалға көптеген университеттердің платформаларында арнайы курстарды, оқу курстарын оқып, арнайы бір skills дейді ғой, сондай бір жүктеп алып, түсініп алып, өздерің бір сондай сертификатталған мамандарыңыз болуға болады. Сонымен қатар көптеген мемлекеттерде, дәл қазір дамыған мемлекеттерде осы сертификаттарға сай жұмысқа қабылдайды. Өйткені осындай әсіресе ол бағдарламалаушылар, мысалға IT саласына өте өзекті болып саналады. Жоғарғы білім туралы біраз айта кетсем, жоғарғы білім ол негізі бізде 3 сатылы болады елімізде. Біз өзіміз баллондық процесс сол тақырыпта білім беріп отырмыз, жоғары біліміміз сол тақырыпта. Ең бірінші сатысы ол бакалавр, екінші сатысы ол магистратура, және үшінші сатысы ол PhD және докторлық сондай білімді алу болып табылады. Мысалға, менің ойымша, білім тақырыбындағы ең өзекті, ең маңызды қазіргі таңдағы сұрақ бұл контенттің жылдам көбеюі. Өздеріңіз білесіздер, ең біріншіден қазір digital education, сондай цифрлық білімді беру өте қарқынды дамып жатыр. Бұл деген не деген сөз? Біз деген өте көптеген онлайн платформалармен жұмыс істеп келе жатырмыз. Егер біраз мысалға сондай деректерді ата кетсем сіздер үшін, 2024 жылдың соңғы деректеріне сәйкес, қаңтарда өзі сондай белгіленген бір репорттан оқып алдым, әлемнің 49% дәл қазір оқуды онлайн форматта тәмамдады 2023 жылы. Онлайн білім 2000 жылы ең бірінші пайда болған, 2000 жылдан бері 900%-ға өсті. 2027 жылы онлайн оқушылар саны 57 миллионға жетеді деп күтілуде. Тақырыпты түсіну, кез келген тақырыпты түсіну онлайн тарапта 40%-дан
пайызға дейін осы соңғы 2 жылда артты деп белгіледі. Сонымен қатар онлайн білім индустриясы 2026 жылы 370 миллиард долларға тең болады деп айтып жатыр. Бірақ біз онлайн білім туралы айта кетсек, негізі білім тақырыбы туралы айта кетсек, digital transformation деп айтамыз, осындай цифрлық трансформация. Цифрлық трансформация болу үшін бізге ең маңыздысы бұл контент қажет. Контент дегеніміз не? Мысалға, біздің оқулықтарымыз, олар қаншалықты жиі өзгереді. Сіздердің мысалға университетте оқыған оқулықтарыңыз қандай жылғы? Бізде дәл қазіргі таңда білім тақырыбында негізі атаулы тақырыптар жыл сайын емес, ай сайын емес, күн сайын өзгеруде. Осы күн сайын болып жатқан өзгерістерді сіздер неғұрлым жылдам, неғұрлым тез қабылдап, бойларыңызға сіңіріп, оларды түсініп, олармен бірге үйренсеңіз, соғұрлым сіздердің дамуыңыз тез және қарқынды болады. Соғұрлым сіз заманауи профессионалдар боласыздар. Өйткені әрине, мысалға, мен өзім дәл қазір өзімде оқып жатырмын докторантурада. Кітаптарды ашып қарасам, осы кітаптар енді кем дегенде 2 жылдан аспауы тиіс, олардың шығу жылдамдығы. Бірақ ол өте әрине қиын құбылыс. Мысалға, өзіміздің елімізге келсек те, осы K-12, осы мектеп білімнен бастап, университеттік білімге дейін біздің енді осындай жылдам оқулықтарды шығару, оқулықтардың контенттерін өзгерту деген қиыншылыққа тұрады. Сол себептен дәл артымыздан бізде осы цифрлық білім беру артымызда тұр. Неліктен? Өйткені цифрлық білім беруде бізге оқулықтарды қағаз түріне шығару қажет емес. Өйткені осы оқулықтар осы диджитал форматында бұдан да тез келіп, қабылданып, аударылып, мысалға, біздің оқушыларымызға шығу болады. Енді өздеріңіз мүмкін білетін шығарсыздар, бізде әлемде мемлекеттердің әртүрлі сондай бәсекелестігін бақылайтын әртүрлі индекстер болады. Мысалға, жаһандық инновация индексі бойынша Қазақстан былтырғы репорт бойынша 81-ші орында. Бұл дегеніміз не? Бұл дегеніміз Қазақстан 132 мемлекеттің ішінде 81-ші орынға ие болды инновация тақырыбында. Инновациялық мысалға индекс жаһандық не үшін керек? Өйткені ол біздің еліміздің қаншалықты экономикалық дағдарыстарға, сонымен қатар өзгерістерге дайын екендігін ол болжап айтып береді. Енді бір қызық нәрсе, осы жаһандық индекстің ішінде бізде 3-4 индикатор бойынша, көрсеткіштер бойынша біздің еліміз әлемдегі сондай бір алдыңғы қатарлы елдердің ішіне енді. Соның ішінде студенттің мұғалім қатынасы 12-ші орындамыз. Біз 132 мемлекеттің ішінде 12-ші орындамыз. Енді сол көрсеткішті біраз ашып жерсем, бұл дегеніміз әрбір аудиторияда мысалға бір мұғалімге кемінде қаншалықты студент келеді деген сөз. Неғұрлым студенттер саны кіші болса, соғұрлым біздің индикаторымыз өседі. Егер де мысалға біз әлемдегі өте қарқынды дамып жатқан елдерді қарасақ, сонымен олардың ішінде мысалға Үндістан бар, олардың ішінде Қытай бар. Өздеріңіз білесіздер, осы мемлекеттерде бір мұғалімге 200-ден астам оқушы болып сондай бір қатынасы бар. Өйткені осы мемлекеттерде адам саны өте көп, және университеттерде, мысалға университеттердің рейтингтерінде де ол өте сондай өзекті мәселе болып табылады осы елдер үшін. Бірақ олар енді мүмкіншіліктері жоқ болғандықтан осындай индикатормен келеді. Сол себептен дәл қазір келесі менің осындай баяндайтын тақырыбым ол ғылым рөлі. Ғылым бізге қаншалықты керек? Және ғылым дегеніміз негізі не деп айтқанда, ғылым ол әрбір елдің, әрбір мемлекеттің экономикалық көрсеткіштерінің дамуына ықпал ететін ең маңызды көрсеткіш. Ғылым болса, бізде өзіміздің GDP дейді ғой, Gross National Product, біздің еліміздің сондай ішкі көрсеткіштері экономикалық, сонымен қатар еліміздің дамуы, еліміздің өндірісі барлығы дамиды. Өйткені негізі шетелде өте сондай мемлекеттің дамуын есептейтін анық көрсеткіш бар, және осы көрсеткіштер кез келген елді біз дамытуда ең маңызды жазылған стратегиялар, болжаулар, олардың түрі evidence-based болуы тиіс. Evidence-based бұл деген дәлелденген деген сөз. Басқа сөзбен айтқанда, ғылыми дәлелдерге негізделген сондай бір стратегиялық сөздер болуы тиіс. Сол себептен ғылым
ол мемлекеттің даму жолында әрбір бағытта сіңіп, әрбір бағытында сондай анық және керекті болып табылады. Қандай бағыты болмасын, оған ғылыми дәлелдеме қажет. Сол себептен ғылымның рөлі негізі менің ойымша баланың өте кішкентай кезінен бастап пайда болуы тиіс. Шетелдік мемлекеттерде әсіресе мысалға мен өзім Қытайға қараймын, мысалға Сингапурға қараймын, азиаттық елдерге, сол Азия елдерінде ғылымды бірінші сыныптан бастап енгізеді. Өйткені балалар ең бірінші қадаммен мектепке кіргеннен бастап олар ғылымның рөлін түсінуі қажет. Ғылыми терминдер, ғылыми қандай мысалға әдістер болады. Ғылыми әдіс деген ол өте керекті нәрсе, және де бакалавр болсын, магистр болсын, олардың біліп, танып, қандай ғылыми әдістер бар екендігін білуі және оларды қолдана білуі тиіс. Ол өте маңызды. Енді елімізде қазіргі таңда 22.456 ғалым тіркелген. Бұл дегеніміз 30 мыңға жуық ғалымдарымыз бар деген сөз. Олардың 34% 35 жасқа дейін, демек жас ғалымдар, 44% 35 пен 54 жас аралығында, 23% 55 жастан жоғары болып табылады. Негізі былай қарағанда, енді жас ғалымдардың саны 34% болғандығымен, қазір күн сайын жас ғалымдар саны бізде қосылуда. Министрлігіміздің де осындай қойған талаптары бойынша бізде қазір жас ғалым деген арнайы бағдарламамыз бар. Ғалым бұл өте керек. Бірақ әрине осы соңғы, былай айтсақ, 20 жылдың ортасында бізде ғалымның негізі, ғылымның репутациясы біраз сондай жоғары дәрежеде емес деп ойлаймын. Өйткені мысалға қай студенттерді сұрамасаң, барлығы бизнесмен болғысы келеді. Барлығы өте сондай күшті қаражатқа, халықаралық компанияларға шыққысы келеді жұмысқа. Бірақ сіз мысалға университетте дәріс берсеңіздер, сіздердің дәл қазіргі таңда біріншіден жалақыларыңыз өте жоғары болады. Екіншіден, сіз әрқашанда шетелге барып, жүріп, тәжірибе алмасып жүресіздер, әлемді көресіздер. Үшіншіден, өзіңіздің елге деген, дамуға деген қосатын өздерінің сондай үлестеріңіз анық болады. Мен үшін мысалға ғылым ол өте өзекті сондай тақырып. Сол себептен осы ғылым енді біздің әртүрлі барлық бағыттарымызға енді енеді деп сенемін. Енді университеттер тақырыбы туралы біраз айта кетсем. Негізі университеттер, демек жоғары оқу орындар, бізде елімізде 100-ден астам жоғары оқу орындар бар. Дәл қазір біздің жоғарғы білім экосистемасы біраз өзгерді. Мысалға, менің кішкентай кезімде, осы 20 жыл бұрын университетте оқыған едім, біраз басқа болған еді. Қазақстанның университеттері кішкене тек қана аяқтарына тұрып, сондай даму сатысында болғанда, дәл қазір біздің университеттеріміз өте сондай бір күрделі сатыда, өте қарқынды дамып жатыр. Осы университетте, мысалға, сонымен қатар басқа университеттерде өте тез және ілгері дамып жатыр. Біздің университеттеріміз қазір әлемдік QS, Times Higher Education сияқты рейтингтеріне кіріп, өздерінің бәсекелестігін дәлелдеуде. Біздің университеттеріміз қазір халықаралық аккредитацияларға сай. Халықаралық әртүрлі бағдарламаларда аккредитацияларды өтіп жатыр. Бұл деген не деген сөз? Бұл деген сіздер қазір, мысалға, біздің елімізде университетті бітірсеңіздер, сіздің дипломдарыңыз кез келген елде қабылданады деген сөз. Өйткені олар тек қана біздің отандық емес, олар шетелдік, алдыңғы қатарлы, жоғары дәрежелі аккредитациялық агенттіктерде халықаралық аккредитацияларын алып отыр. Үшіншіден, біздің университеттерімізде дәл қазір өте көп шетелдің профессорлары келіп жатыр бізге дәріс беруге. Бұл деген біздің жоғарғы біліміміздің еліміздегі сондай анық және жоғары дәрежеде дамуының сондай бір дәлелі. Үшіншіден, бізде қазір біздің студенттеріміз, мысалға, оқушыларымыз, оқытушыларымыз шетелге барып тәжірибе алмасып жүруде. Осы тақырыпта айта кетсем, университеттің 4 миссиясы бар деп аталады жоғары білім тақырыбында. Ол 4 миссиясы қандай миссия деп маған өте жиі сұрақ қояды. Университет 1.0 ол жоғарғы оқу орын университет, бірақ тек қана білім беретін жоғарғы оқу орын. Университет 2.0 ол ғылыми тақырыпта дамыған университет.
Бұл дегеніміз осы университеттің ғылыми сондай үрдісі бар, ғылыми жетістіктері бар деген сөз. Және де ғылым өте күрделі дамуда деген сөз. Университет 3.0 ол оқу беретін университет, оған біз ғылыми университетті қосамыз, және де үшінші сатыда, үшінші қадамда осы университеттерге коммерциализация және бизнес қосылады. Бұл дегеніміз университет 3.0 ол өз-өзін қажеттілікпен қамтамасыз ететін, коммерциализацияның не екендігін және оны өте ілгері және ықпалды түрде іске асыратын сондай университет, жоғарғы оқу орны дегеніміз. Университет 4.0. Бұл деген не деген университет? Бұл университет қоғамдық университет. Алдыңғы осы үш нені аламыз да, төртіншісін қосып, қоғаммен байланыс дегенді қосамыз. Қоғаммен байланыс не үшін қажет? Және бұл дегеніміз не? Дәл қазіргі таңда, мысалға, әлемдік білім беру рейтингтері, білім беру көптеген корпорациялары, олар осы университеттердің даму бағыттарын айқындап тұрады жыл сайын. Осы ең бірінші 1.0 болды, енді қазір 4.0 қосылғанда, ол біздің қоғамымыздың осы университет деген қоғамның өзекті тақырыптарын шешуші жоғарғы оқу орын болып табылады деп айтылуда. Мысалға, әртүрлі мысалдар бар. Университет осы қоғамның немесе я болмаса осы бір арнайы аумақтың мәселелерін шешіп, және де осы мәселелерді шешуде сондай негізгі бір бөлшек болып саналады деп ойланудамыз. Бірақ енді былтырдан бастап бізде университет 5.0 деген пайда болды. Бұл дегеніміз не? Университет 5.0 бұл дәл қазіргі таңда цифрлық және жасыл университет болып табылады деп осындай енді біраз білім мақалаларын бүгін оқып, оны өте анық көрдім. Ең негізі дәл қазір бізде мысалға біз сондай бір ерекше және де өте заманауи дамыған университетті қарасақ, басқа сөзбен айтқанда ол өте жақсы білім беруі тиіс, ода ғылым қолданымда болуы тиіс, үшіншіден коммерциализациясы орнықты түрде болуы тиіс және сондай қолжетімді университет болуы тиіс. Төртіншіден бұл енді қоғамдық саясатпен айналысып, өзінің қоғамына, өзінің қарамағындағы аймаққа болсын, еліне болсын, бір сондай үлесін қосуы қажет. Енді бесінші сондай миссиясы бұл цифрлық және жасыл университет болуы тиіс. Дәл қазір бізде индустрия 5.0 және қоғам 5.0 деген тақырыптар өте қарқынды дамуда. Осы тақырыптарды біз былай қарасақ, қоғам 5.0 бұл деген өзіміздің тұрақты даму тақырыбында дамитын университет болып табылады. Тұрақты даму бұл өзіңіздер білесіздер, Біріккен ұлттар ұйымының дәл қазіргі таңда 17 тұрақты даму мақсаты бар. Осы мақсаттардың негізі құрылған себебі бұл біздің жаһанымызға, біздің әлемімізге уақытында көмек беру. Осы негізгі тұрақты даму мақсаттарында біраз енді әртүрлі мақсаттар көзделген. Өзіміздің экологиямызды сақтау, суды сақтау, сонымен қатар одан да басқа 15 әртүрлі мақсаттары бар. Осы тұрақты даму мақсаттарын көздеп, осы тұрақты даму мақсаттарын ғылыми түрде ізденістер істетіп жүрген университеттер қатары дәл қазір көбеюде. Былтыр QS және Times Higher Education рейтингтерінің көрсеткіштері біраз өзгерді. Олардың ішіне де тұрақты даму саясатын қосып, арнайы көрсеткіштер қосылды. Әрбір мектептердің де мысалға көрсеткіштері жайлы, ол да енді енгізіліп отыр, ол өте маңызды болып отыр. Сол себептен мысалға қазіргі таңда барлық жоғарғы, орта білім беру орталықтарында, университеттерінде болсын арнайы тұрақты даму менеджерлері, тұрақты даму арнайы басқармалары ашылуда. Неліктен? Өйткені тұрақты дамуды біздің білім және ғылым саясатына қаншалықты және қалай дұрыс енгізгені керектігін бізде осында анықтайтын арнайы басқармалар қажет деп ойлаймыз. Енді жоғарғы оқу орынды қалай таңдау керек жайлы сол туралы біраз айта кетейін.
негізі мен өте көп өзім осындай білім алушылармен, адамдармен өзім сөйлесіп отырамын да, маған тағы бір жиі қойылатын сұрақ бұл мен кім болам деген. Мен өзімнің келесі мысалға жоғарғы білім тақырыбын қалай таңдаймын дегенде Қазақстан Республикасындағы мысалға студенттермен сөйлескенде және де мектеп бітірушілермен сөйлескенде таң қалдыратын бір факт, олар барлығы мысалға мен ата-анамнан сұрадым. Сол жақта бір мысалға жалақысы жоғары болады екен деп сөйтіп барады да мысалға. Бірақ ол негізі дұрыс емес. Өйткені сіздердің таңдауыңыз ол ең бірінші сіздердің жаныңыздан, жүрегіңізден шығуы тиіс. Өйткені әрбір адам әртүрлі. Әрбір адамның өзінің жеке дамыған немесе дамымаған, жақсы немесе жақсы емес, өзінің сондай бір бағыттар болады. Сол бағыттарыңызды өздеріңіз айқындап түсінуіңіз тиіс. Енді негізі шетелде білім алу үшін бізде әртүрлі мысалға тетіктер болады. Мысалға мектеп бітіретін оқушылар үшін, яғни 11-ші сынып оқушылары үшін ең сондай бір негізгі күрделі тақырып ол олардың қандай бағдарлама бойынша сабақ оқуы. Әлемде негізі 4 түрлі өзекті білім бағдарламалар түрі болады. Ең біріншісі ол өздеріңіз білесіздер, Ұлыбританиядағы A-Levels бағдарламасы. Ол өзінің арнайы Кембридж системасымен, жүйесімен өздерінің сондай бір оқу пәндерін тәмамдап сабақ береді. Оқу бағдарламаның тағы бір түрі ол IB бағдарламасы. Ол негізі Швейцарияда екінші дүниежүзілік отан соғысынан кейін пайда болды. Осы бағдарлама бойынша дәл қазір әлемнің 30% оқып жатыр. Ол бағдарламада өте өзекті. Енді тағы бір түрлі бұл AP. Бұл америкалық бағдарлама, ақш-та пайда болған Advanced Placement деп аталады. Меніңше дәл қазір ол өте сондай осы атаулы бағдарламалардың ішінде ең сондай тез және жедел дамитын пәндер сондай бір түрі. Ол толығымен қазір Индияда мысалға іске қосылды. Индияның мектептері оған көшті. Және де мысалға AP бағдарламасын сіздер осы бір емтихандарды тапсырсаңыздар, сізден бірден америкалық университеттерге түсіп, кредиттеріңіз соған саналып, осындай бір сондай қызық, өте жақсы жоғары рейтингті университеттерге түсу мүмкіншілігі пайда болады. Енді шетелде оқу үшін негізі ең маңызды және керекті тақырыптардың бірі ол мен өзімнің құжаттарымды қалай жинаймын. Маған дәл қандай құжаттар керек, мен қандай мысалға тақырыптарға сай болуым тиіс. Дәл осы уақытта ең бірінші шетелдік университеттер үшін ол тіл білу қабілеті ең бірінші өзекті болып табылады. Әртүрлі мемлекеттерде мысалға тілдің дәрежесі әртүрлі дәрежелі керек болады. Енді ең біріншісі бұл тіл. Екіншісі бұл өздерінің мысалға GMAT немесе GRE нәтижелері. Бұл деген өздеріңіздің техникалық тақырыптарда дамығандығыңызды дәлелдейтін емтихан нәтижелері. Үшіншіден ең маңыздысы және де біздің өте көптеген студенттеріміздің, білім алушыларымыздың осы бір жақсы қарамайтын және сондай ойларын түйіндеп жазбайтын, бірақ өте керекті бұл cover letter деп айтамыз. Бұл арнайы сондай бір университетке жазылған өздерінің ынталарыңды белгілейтін хат. Осы хатты жазу және де дұрыс жазу өте маңызды. Сіздер мысалға қандай да бір дәрежені аласыздар университетте. Магистратураға Гарвард болсын, Оксфорд болсын, жоғары дәрежелі білім орнына түскіңіз келеді. Осы білім орнына сіздердің тек қана қызыл дипломдарының болуы және IELTS-тың мысалға 9-дан 9 болуы жеткіліксіз. Әрбір алдыңғы қатарлы шетелдік жоғары оқу орнына қоғамдағы белсенді, мықты, лидерлік сондай қасиеттері дамыған балалар қажет. Егер де сіздердің университетке жазған хатыңызда осы сұрақтар белгіленбесе, сіздерді университет қабылдамауы мүмкін. Неліктен? Өйткені оларға қарапайым балалар қажет емес. Алдыңғы қатарлы сондай жоғары деңгейлі университеттерге ең бірінші сондай лидерлік қасиеттері дамыған, біздің мысалға тұрақты даму мақсаттарын қолдаған, сонымен қатар әртүрлі қоғамның сондай
тақырыптарын қозғап оларды шешіп жүретін студенттер қажет. Енді шетелде білім алу не үшін қажет? Шетелде білім алу негізі біздің университеттерімізде дәл қазір шын мәнінде өте жақсы дамып жатыр, бірақ шетелде білім алғысы келетін студенттердің саны жыл сайын көбеюде. Соңғы ЮНЕСКО-ның есебі бойынша дәл қазіргі таңда 9,5 мыңнан астам қазақстандықтар шетелде білім алып жатыр. Бұл деген не деген сөз? Осы санымыз жыл сайын көбеюде. Бір жақтан енді былай қарағанда шетелде білім алу ол өте керекті деп ойлаймын. Неліктен? Өйткені ол өздеріңіздің көзқарастарыңызды біріншіден, екіншіден шетелге барғанда сол елдің мәдениетін, қоғамға деген көзқарасын өздеріңіздің еліңізбен салыстырып, оны былай қарауға, түсінуге өзіңіздің жеке ерекше мүмкіндігіңіз. Үшіншіден, шетелде білім алу ол ең маңызды, әрбір студенттің, әрбір баланың шетелде болып жүргенде нетворкі дамиды. Нетворк деген менімше қазіргі таңда ең сондай керекті, өзекті тақырып болып табылады. Сіздердің неғұрлым достарыңыз әртүрлі мемлекеттерден көп болса, соғұрлым сіздер мықтысыз. Өйткені бізде мысалға елімізде нетворкинг деген арнайы пән жоқ. Бізде арнайы әрбір жерде нетворкинг керек деп айтпайды. Бірақ нетворкинг ол әлемдегі жаһандық корпорациялар болсын, жаһандық университеттерде болсын, ол өте сондай бір маңызды, ең маңызды тақырыптардың бірі болып табылады. Мен өзім өмірлік жолымды ең бірінші Microsoft корпорациясынан бастадым. Сол жақта 4,5 жыл бойы басқарушы ретінде жұмыс істеп, кейін Ericsson корпорациясына жұмысқа шығып, Швецияға көштім. Ericsson корпорациясы өзі телекоммуникациялық корпорация болғандықтан 3G саясатын, мысалға, және де 2G-дан 3G-ға ауыстыруды кезінде 2013-14 жылдары елімізге келіп, Швецияда тұрып, бір 54-ге жуық елдерге жауапты болдым. Кейін Ericssonнан мен әлемдегі 500-ке кіретін, ақштағы 100-ке кіретін RELX Group деген корпорациясына шықтым. Бұл өте саяси тұрғыдан өте дамыған корпорация. Және де оның Elsevier деген бағыты бұл ғылыми және білім бағытында дамыған әлемдегі ең ірі номер 1 корпорация. Сол жақта мен өте үлкен аймаққа жауапты болып, өте көп сондай жиі елімізге де ұшып келген едім. Өзіміздің еліміздің білім және ғылым реформаларын дамытуда біраз өзгерістер енгізуге өзім ынталандым. Енді дәл қазір мен өзім біздің еліміздегі халықаралық бағдарламалар орталығын басқарып отырмын. Біздің орталығымыздың негізгі мақсаты ол біздің қазақстандықтарымыз үшін әртүрлі гранттар түрін беру. Ең бірінші бағытымыз ол өздеріңізге танымал болашақ бағдарламасы. Болашақ бағдарламасы дәл қазір кәмелетке толған бакалавр дәрежелері бар студенттерге арналған. Жыл сайын 1993 жылдан бері біз 13 мыңға жуық түлектерді тәрбиелеп, бізде осындай әртүрлі енді бағыттарда дамыған мамандарымыз бар. Жыл сайын біз 500-ден астам Қазақстан азаматын әлемдегі ең жоғарғы дәрежелі жоғарғы оқу орындарына жіберіп отырамыз. 2 жылдан бұрын бізде сонымен қатар осы білім тақырыбына қосылып, бізде ғылым тақырыбы өте өзекті қозғалуда. 500 ғалым деген тақырыпты біз іске қостық. Біздің мемлекет басшымыздың сондай қойылған талабы бұл жыл сайын 500 ғалымды шетелдегі ең жоғарғы дәрежелі ғылыми орталықтарға жіберу. Бұл деген тәжірибе алмасу, бұл деген біздің ғылым потенциалын өсіру деген сөз. Үшінші бағытымыз біздің орталығымыздың бұл үкіметаралық гранттар. Дәл қазір, бірақ көптеген адамдар ол туралы жақсы білмейді. Біздің орталығымыз барлық үкіметаралық гранттарды басқарады. Бұл деген не деген сөз? Қазақстан Республикасы басқа елдермен қосылып, бір гранттарды іске асырғанда, осы гранттардың барлығын біз меңгереміз, біздің орталығымыз. Осы жылдың басында Мажарстанмен бізде өте үлкен жобамыз бар. Жыл сайын 250 азаматты біз толық грантқа Мажарстанға жібереміз. Стипендиум Хунгарикум деген өте үлкен сондай бір маңызды үкіметаралық грантымыз бар.
Енді одан кейін бізде Қытаймен де өте үлкен грантымыз бар. Қытайға жыл сайын біз 155 азаматты толық грантпен қамтып жібереміз. Енді Қытайға біз биыл өте көп адам жинадық. Сол жерге де біз қазір бакалавриат, магистратура, докторантура деген 3 тақырыпқа Мажарстан мен Қытайға жіберіп отырмыз. 500-ге жуық енді қазақстандық болды енді санаумен. Сонымен қатар бізде Польшамен осындай үкіметаралық гранттар бар. Кореямен қазір іске қосайын деп жатырмыз. Жапониямен осы өткен аптада сөйлестіріп жатырмыз дәл қазір. Италиямен сондай бір сөйлесіп жатырмыз. Түркиямен, Иранмен осындай бір бізде үкіметаралық гранттарымыз бар. Бірақ көптеген енді Қазақстан Республикасының азаматтары өкінішке орай олар туралы жақсы білмейді. Олар туралы жақсылап білу үшін біздің ресми сайтымыздан, біздің әлеуметтік желілерімізден көбірек мәліметті білуге болады. Қабылдау бізде үнемі болып тұрады. Ай сайын бізде әртүрлі мысалға бағдарламаларға қабылдау іске қосылуда. Енді жалпы шетелде білім алу жайлы біздің мысалға қай жақтан грант алуға болады? Менде мысалға менің анамда, менде өзімде қаражатым болмаса мен қалай шыға аламын деп сұрақ қойсаңыз, негізі қалайтын азамат, қалайтын адам әрқашанда өзінің мақсатына жетеді. Неліктен? Өйткені әртүрлі гранттардың көптеген енді өте сондай анық және қолжетімді түрлері бар. Осында біздің халықаралық бағдарламалар орталығымен берілетін гранттардан басқа әрбір елдің өздерінің гранттары болады. Мысалға, Американың өзінің Fulbright деген бағдарламасы бар. Ұлыбританияның Chevening деген бағдарламасы бар. Германияның мысалға DAAD деген бағдарламасы бар. Францияның Campus France деген бағдарламасы бар. Мысалға, Азияға қарасаңыз, JICA-ның Жапониядағы, Койканың оңтүстік Кореядағы көптеген гранттар бар. Бірақ осы гранттардың табу үшін әрине олардың жеке ресми сайттарына барып, сол жақтан мәліметтермен танысып, солай түсуге болады. Енді негізі дәл қазір мысалға шетелге барудың өте көптеген салдар бар біздің еліміздің азаматтар үшін. Өте сондай бір жақсы дамып жатқан университеттердің ішінде бізде Erasmus бағдарламасы бар. Бұл деген академиялық алмасу деп табылады. Көптеген студенттердің мысалға сіз арнаулы сондай бір жақсы және керекті бағдарламада оқып жатсаңыз, сіздің бағдарламаңыздың менеджері университеттегі Erasmus ол европалық бағдарлама, европалық университеттермен арнайы келісім шарт жасап студенттік алмасуды істейді. Басқа сөзбен айтқанда, бір семестрін Қазақстанда, бір семестрін Европада оқып, ақыр аяғы дипломды алып, осы кредиттеріңіз сізде саналады. Осындай бағдарламалар аз емес. Бірақ осы бағдарламалар туралы білу үшін әрбір университетте халықаралық сондай бір орталық болады. Сол орталыққа келіп, сол орталықтың мысалға не болып жатқанын, қандай бағдарламалармен шарт келісім қойылғанын анықтап білу дұрыс деп ойлаймын. Енді тағы біздің орталығымыздың 4-ші бір сондай өзекті тақырыбы ол Study in Kazakhstan деген тақырып. Ол енді 1 наурыздан бастап біздің орталығымызға көшті. Бұл деген не деген сөз деп сұрасаңыз, ең біріншіден жыл сайын біздің Қазақстан мемлекетіміз шетелдегі қазақстандықтарға 555 грант беріп тұрады. Ол шетелден келетін мысалға өзіміздің азаматтарымыз, шетелдегі азаматтарға біздің өзіміздің университеттерімізге оқуға. Сонымен қатар қандастарға арнайы квотасы бар. Бірақ Study in Kazakhstan бағдарламасы бойынша біздің негізгі мақсатымыз дәл қазір біздің осындай ерекше дамып отырған, жылдам сондай дамуды көрсетіп отырған Қазақстан Республикасының жоғарғы оқу орындарына көптеген шетел азаматтарын тартып, біздің өзіміздің еліміздің білімін дұрыс түрде әлемге жариялау. Өйткені енді мысалға біздің әртүрлі университеттеріміз бар. Назарбаев университеті бар. Бірақ осы университеттер жайлы мысалға Америкада көп білмейтін шығар азаматтар. Қытайда көп білмейтін шығар. Индияда көп білмейтін шығар, Үндістанда. Біздің негізгі мақсатымыз бұл әрине осындай ірі мемлекеттерде, сонымен қатар көршілес мемлекеттерде арнайы сессиялар өткізіп, шетелдің азаматтарына біздің
біліміміздің жоғары біліміміздің қаншалықты дамығандығын көрсетіп осы шетелдің азаматтарына енді осындай бір оларды елімізге тарту. Шетелдің негізгі келген азаматтар, шетелдіктер дәл қазір әлемдегі білім беретін сондай ең ірі мемлекеттердің экономикалық көрсеткішін құрайды. Мысалға, Америка құрама штаттарында соңғы жылда білім шетелден келетін студенттер 40 миллиард доллар қаражатты алып келді. Бұл өте үлкен және керемет инвестиция. Егер де біз дәл қазір біздің университеттеріміз неғұрлым көп шетелден студенттерді тартып алса, әсіресе дәл қазіргі таңдағы геополитикалық саясат тұрғысынан біз өте сондай бір жақсы және керемет уақытта өмір сүріп отырмыз. Біздің біліміміз, жоғары біліміміз өте жақсы дамып жатыр, ғылымымыз дамып жатыр. Сол себептен біз үшін қазір осындай үрдістер, осындай тосқауылдарды алып тастап, өзіміздің дамытуымызды жақсылап тұрып іске қосуымыз қажет. Ең негізгі өзімнің осы лекциямды аяқтау барысында ең негізгі айтарым, біз үшін дәл қазір білім өте өзекті тақырыптардың бірі болып табылады. Бірақ білімді оқығанда ғылым туралы ұмытпау қажет. Ғылымды оқыған тарапта, мысалға, оқу барысында цифрлық, электрондық мақалаларға, электрондық материалдарға көбірек көңіл бөліңіздер. Өйткені мен де өзім жеке басым мысалға сондай бір кітапты оқуға жақсы көрем, бірақ мемлекеттердің және де жаһандық білімнің дамуы дәл қазір цифрлық тұрғыда дұрыс болып есептеледі. Сіздер қандай да болса, мысалға, өздеріңіздің рефераттарыңыз болсын, немесе тапсырмаларыңыз болсын, оларды істеп жатсаңыздар да, оларды цифрлық осындай ресурстарды қолданып, ғылыми мақалаларды қолданып оқығандарыңыз жөн деп ойлаймын. Неғұрлым біздің университеттерімізде, біздің елімізде осындай әртүрлі цифрлық электрондық ресурстарға қолы жетімді болса, соғұрлым біздің азаматтарымыз білімді, жоғары дәрежелі және дамыған болады. Біздің негізгі мақсатымыз дәл қазір біздің елімізді бірге дамыту. Егер де біздің мемлекетімізде білімді азаматтар көп болса, білімді азаматтар олар мықты және белсенді дамыған қоғамды құрайды. Біздің азаматтық қоғамымыздың негізгі рөлі бұл бізде өте көздері ашық адамзаттарды тәрбиелеу, оларды өсіру, оларға мүмкіншілікше ең жоғары дәрежелі білім беру. Сол себептен ең негізгі айтарым, бұл білімге деген құштарлығыңыз ешқашанда таусылмасын. Білім деген қажет. Қазіргі таңда әлеуметтік желілер уақытында, мысалға, көптеген сондай әртүрлі мәліметтің көздері болған уақытта өте осындай өзіңіздің фокусыңызды табу қиын болады да, бірақ осы өте үлкен әлеуметтік желілер дамыған әлемде өздеріңізді жоғалтып алмаңдар. Өйткені ең негізгі өздеріңіздің алдымайтын, ажырамайтын бөлігіңіз бұл сіздердің уақытыңыз. Дәл қазір сіздердің уақытыңыз бұл оқу уақытыңыз болса, осы оқу уақытын дұрыстап тұрып, үнемдеп, дұрыстап тұрып, мақсаттанып, дұрыстап тұрып, керекті мәліметтерді мүмкіндігінше жинап, өздеріңіздің бойларыңызға сіңіріп жүрсеңіздер, ертең өте жақсы, жоғары дәрежелі елімізге үлес қосатын азамат боласыздар. Шетелде білім алу ол қажет. Ол өздеріңіздің ең бірінші осындай көзқарасыңызды дамытады, бірақ оның ең негізгі түбірі неде? Өзіміздің елімізге келіп, оралып, осы жинаған тәжірибені өзіміздің елімізге іске асыру. Өйткені әртүрлі неғұрлым көп мемлекеттерден біз тәжірибе жинасақ, соғұрлым көп тәжірибені біз өзіміздің елімізге енгізе аламыз. Енді жаһандық мемлекеттерде олардың тәжірибелері әртүрлі болады. Азияның тәжірибесі және бағыты бір қалпы. ақш-тың тақырыбы және даму бағыты басқа қалпы. Европалық даму бағыты да біраз әртүрлі болып табылады. Енді біздің өзіміздің мысалға еліміздің дамытуына үлес қосқымыз келсе, әрине біз әртүрлі осындай мемлекеттерден тәжірибені жинап, білімді жинап, олардың
қаншалықты мәдениеті, қаншалықты саясаты дамыған, я болмаса дамыған болғанын түсініп, кейін елімізге оралып, өзіміздің елімізге деген үлесімізді қосуымыз тиіс. Осы бүгінгі дәрісті осы сөздермен аяқтағым келіп тұр. Қатысқандарыңыз үшін көп рахмет. Білімдеріңіз толы болсын. Әрқашанда білім алуға деген құштарлығыңыз таусылмасын. Көп рахмет.